Бұл ресторанды ашқанымызға 20 жыл болды. Бұрын кішкене жай қымызхана қойғанбыз, қазақша қазақ үйлер. Осы жерде бие сауғанбыз, саумал сатқанбыз. Ал мына қазақ үйді салғанымызға, ресторан салғанымызға 10 жыл болды. Басында біз жай қазақ үймен жұмыс істеп, жаңағыдай осы жерде бие сауып, саумал сатып, қымыз сатып, жаңағыдай сірне, қуырдақ, қазақи тағамдармен жұмыс істедік. Содан кейін ол жерде кішкене кішілеу болды, клиент көбейді. Содан бір жерде көп әншілер келетін, знаменитый әншілер, мысалы, өте үлкен әншілер келетін, солар апайым кішірек салып жатыр еді, үлкен қымызхана, үлкен салсаңыз, тойхана салыңыз деп. Содан тойхана болып кетті, Алланың күшімен. Әйтеуір осындай үлкен тойхана салдық. Өзіміздің еңбегімізден, өзіміздің күшімізбен жолдасым екеуміз жасадық. Біз тек халал, жаңағындай, қазақи дәстүрмен істейміз. Той жасаймыз, 100 адам, 150 адам, 200, 250 адам. Ас береміз 300 адамға дейін. Жаңағындай құдалық жасаймыз, 100 адам, 50-60 адамға дейін. Ал күнделікті тамақ береміз. Халықтар үйренген өз. Күнделікті жылқының етінен қуырдақ жасаймыз. Тек қана қуырдақ жасаймыз, бауырсақ, қымыз, шұбат. Қазақи тамақ, басқа тамақ араластырмаймыз. Сол күнделікті заказбен алады, келеді, обед ішеді, кешке жақын отырады. Көбіне с собой өздерімен алып кетеді, алып, жаңағыдай табақпен заказ беріп алады. Көбінесе бұл жерде мен өзім жаңағыдай көп құдай тамақ өткіземін, жаңағыдай инвалид балаларға, жаңағыдай жетім балаларға көмек беріп тұрам. Жаңағыдай ораза кезінде ең бірінші соларды күтем, 100 бала болсын, коляскада отырған, жаңағыдай қиналған жандарға көмек беріп тұрам. Бір күнгі табысымды соларға жіберем. Бұны жасаған себебім жаңағы жолдасым мал ұстады, жаңағыдай саумал сатып жүрдік. Содан өзім әйтеуір жұмысты істегім келіп, қазір мен бұл жұмыссыз өмір сүре алмаймын, тек қана осы жұмысты ғана ойлап тұрам. Жұмыс десем мен ауырмаймын. Әйтпесе уже возраст келді, ауырасың, кішкене ауырмайды емессің. Қалай осы жұмысты істедім, сол ауруды ұмыттым. Жода мен инвалидность алып жүрдім, жаңағыдай пенсия алып жүрдім. Ой, мен жұмыс істемей отыра берейін деген жоқпын, солың бәрін ұмыттым осы жұмыспен. Осы жұмыспен ұмытып, жақсы көрдім осы жұмысты. Өзім жақсы көремін, осы қазақи, сондай әйбат, қазақша бәрі. Әдемі болып мына жерде. Енді тағы ойым осы жердің бәрін жақсылап, әдемілеп, жөндеп, қазақ ауылын жасап қояйын деп жүрмін. Болашақта алтыбақан қойып, мына жақтарды әдемілеп, жақсылап, тек қазақша ғана. Осы ауданға бір әдемі, бір приклепение жасап қояйын деген. Бізде бұл жерде күнделікті мен өзім істеймін. Өзім жаңағы күнделікті өзім официантпын, өзім жаңағы администратормын, өзім осы жерде хозяйкамын. Бір поварым бар. Ол повар жаңа қазақша күнделікті сол қуырдақ пісіреді, бауырсақ пісіреді, нан пісіреді, болды. Отырғандар заказ берсе салатты былай енді береміз. Ыдыс-аяқ жуып, жаңағындай полды жуып істейтін бір қызымыз бар. Ал енді тойда біз 1-2 адам аламыз ыдыс жуғанға, официанттарды шақырамыз. Студенттерді, жаңа енді жұмыс істейтін официанттарды выездной жасаймыз. Ал повар сол бір ғана, бірақ енді өзіне ұнайды, өзі істеп береді, бәрін бітіреді. 100 адам болсын, 200 адам болсын, бір поварым өзіме жетеді. Бәріне үлгереді. Енді салатқа өзім көмектесем. Бұрын мына жерде жылқы ұстағанда жақсы еді. Саумал сауамыз, ауыратындар келеді, мына жерге адам, клиент көп келеді ол кезде. Енді қазір қала болды да, уже жылқы ұстауға болмайды бұл жерге. Енді білмеймін, болатын шығар, енді өз болмайды дегесін, не қылмадық. Негізінде қымызхананың жанында жылқы ұстаған жақсы. Ауыратындар, жаңағыдай қатты ауырып келгендер, саумал ішеді. Соны емге жақсы да, сол қымыз ішіп сөйтіп. Жоқ, оны қорқсаң жұмыс істеймайсың ғой, мен қорқпаймын. Кредит алып, кейбіреулер төлемей, қашып, ой, кредит деп жатыр. Жоқ, оған мен ондайға. Рахмет, кредит бергенде. Кім береді ақша, мұндай жаса деп. Банк-центр кредиттің бір жақсы жері, енді условияға қарайды, береді, сколько надо. Вот, например, маған мынау керек, условиясы жақсы да. Сол үшін аламын.
Енді ол ресторанды ана ерден бір ресторан, мына ерден бір ресторан ашсаң, ол уже өзіңдің жақсы көргеніңді істей алмайсың. Мысалы, сен мына жүрегіңді салып, мына бар тіршілігіңді салып істейсің, ол осы біреу жетеді. Ол ана жақ, мына жақ болғаннан кейін оның бәрі халтура болып кетеді. Өзің жүрмейсің ғой. Анаған бір барып, мынаған бір барып жүрмейсің ғой. Жетеді осы, Құдайға шүкір, тауба. Осының төгерегін жақсылап, жаңағындай қазақша шашлығын қойып, жаңағындай біз арақ кіргізбейміз енді. Мына жаққа алтыбақанын қойып, сөйтіп осы жерді жөндесем, соғанда шүкір, тауба. Енді ашам дегендерге мен шын жүрегімнен айтар едім, жақсы көріп ашса, ашады, жұмыс жүреді. Мысалы, кейбір адамдар, ой, ақша болмай қалды, мынау бүгін клиенттен ақша жоқ, ақша түспеді, бүйтпеді, сөйтпеді десе, онда ол жұмыс жүрмейді. Сен өзің жақсы көрсең, өзі Алла береді өзі соғында. Мысалы, мен айтамын, мына кредит келе жатыр, қай кезде қалай болады десем, өзі Алла тағала соғын өзі тойында береді, жаңа несінде береді. Сондай сөйтіп, Құдайдың алдында әйтеуір сөйтіп жұмыс істеп жүрген апаң, мен де сөйтіп совет берер едім. Жақсы көрсеңдер, қанша ашсаңдар да болады. Жастардың ашқаны жақсы ғой, жұмыс істегені.